Қыздар, бүгін сіздермен осындай воздушный, жұмсақ кекстің рецептімен бөлсем, ол рецепттен тіпті дәл осындай пончиктерді де жасай аласыздар. Енді арнамнан алыстамай видеоны толықтай аяғына дейін көріп, маған жазылып алыңыздар. Керек заттардың тізімін описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Граммовкасы барлығы жазылған. Алдымен жұмыртқаға қантты қосып, аздап ванилин салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен венчикпен араластырдым. Миксерлесеңіздер де болады. Енді массамыздың үстіне сұйық майымызды, үй температурасында тұрған айранымызды және де суымызды қосып, тағы да бір жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жаңа айтып кеткенде миксермен миксерлеп алсаңыздар да болады. Енді бірақта мен венчикпен араластыруды жөн көріп отырмын. Енді осы барлығы жақсылап тұрып араласқан массамыздың үстіне ұнымызға разрыхлителімізді қоса отырып, біртіндеп асықпай, осылайша електен өткізе отырып, бірнеше приемда ұнымызды қосып саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сол кезде бізде дәл осындай қоймалжың масса шығады. Енді бұны формочкаларымызға құйып пісіруге дайындаймыз. Мен ыңғайлылық үшін кондитерлік осындай қапшықтарға құйып алып, сонымен салғанды жақсы көремін. Қасықтап құйсаңыздар да болады. Бұл жерде енді мен кекстарымның ішіне шоколад салғым келіп тұр. Яғни сол үшін аз-аздан формочкаларымыздың түбіне осылайша тестамызды құйып аламыз. Енді дайын құйылған тестаның үстінен шоколадтарымызды жақсылап орналастырып шығамыз. Бетіне қажетті мөлшерде қалған тестамызды құямыз. Мен форманың 3/2 бөлігіне теста құямын. Осы жерде шоколадтың орнына мейіз, тағы да басқа өзіңіздің қалауыңыз бойынша түрлі заттарды қосып жіберіп пісіре берсеңіз болады. Яғни қызып тұрған печкамызға салып пісіріп аламыз. Кекстарымыз дәл осындай биік әдемі болып шығады. Енді суытуға жібереміз. Қалған тестаны мен пончик жасайын деп осылай пончиктің формасына құйып пісіріп алдым. Дайын болған пончиктарды осылай ерітілген шоколадқа батырып алып, үстінен түрлі түсті басқа да шоколадтармен узор жасап, немесе осындай мен сияқты посыпка сеуіп қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, прям күшті воздушный болып шығады. Енді бір ғана тестамен бір қонақтық дастарханды жайнатып жасап жіберуге болады. Енді бір жағынан кексіңізді пісіріп, бір жағынан пончигіңізді дайындап аласыз. Рецепт ұнаса міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыз, себебі мен түрлі пайдалы рецепттерді шығаратын боламын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыз, ас болсын.